Aralımaydı şalharım kut bereki öngen jere tarihta kalgan tаңбасы көсем көңіл бөлген жер өз қолым менен жазылған қасиетті хаты келген жер дананың сөзі дем беріп қайратқа жігер қосылып іспенен жауап берген жер талай таралын ерлердің кіндік қаны тамған жері ақтан батыр жанғожа халқына қорған болған жер молдабайым жетестің нұсқалы сөзі қалған жер нұрмағамбет нұр туған асылдау жырын жазған жер жаңа берген дәріғыл шаппар берді жан сүгірі аққудай даусын созған жер найзағайдай жарқ еткен аяулы қазақ ақыны сен улатып жанған жер әлемге болды әйгілі әбдіжәміл жазған қан мен тер еңбектің ерлері сейтмағамбет Елмұра Жаңабергенова 1970 жылы 6 желтоқсанда Қызылорда облысы Арал ауданы Аманөткел ауылында дүниеге келген. Арал өңірі мен сыр бойындағы жыраулық дәстүрді жалғастырушы, белгілі термеші, жыршы, әнші, қазақтың әуендік өнерін тек Қазақстанның ғана емес, әлем елдерінің үлкен сахналарынан үздіксіз насихаттап, тыңдармандарын үнемі таңғалдырып жүрген Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Қазақ ұлттық өнер университетінің дәстүрлі ән кафедрасының оқытушысы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, өнертану кандидаты. Жарқылды қажет аралы көргенің тіліп жарық толқынды тағы құлас сермедім көкаралмен табысып желкен жүрегі өрелім ақжалдармен жарысып құлаш ұрып келемін бақытымды баршамен бөліскелі келемін теңіз суын түшініп теңішкелі келемін бекіремен қаязбен көріскелі келемін Ақшағала аралымын көсегесі көптіреп теңіз беттесі адаммын жаралғалы ет жүрек бекіре бас қаламның шортасындай қаттымын құлаш сазанның сорпасындай тәттімін бақытымды баршамен бөліскелі келемін теңіз суын түшініп теңішкелі келемін уыз қалам дәурен ай бекіремен қаязбен көріскелі келемін Толқын мінез тентекпін